Сәлеметсіздер ме? Міне бүгін 8-ші бөлімдегі ең соңғы тақырып ер ел үшін туады тақырыбына да келіп жетті. Алдағы уақытта да, яғни келесі 90-дағы видеоларды көріп отыру үшін видеоға лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырмада бүгін мәтін жоқ. Оның орнына мақал-мәтелдер беріліпті. Осы мақал-мәтелдер туралы өз пікірімізді білдіруіміз керек. Бірінші, отан үшін еңбек етсең, халқыңның сүйген ұлы боласың. Отанға пайдалы бірдеңе істеу, белгілі бір сұранысқа ие маман болу, өз салаңда жақсы жетістіктерге жету, сол саланың ең мықтысы болу мысалы. Алдымызға арман қойсақ, мақсат қойсақ, соған жету. Мектепте оқитын болсақ, жақсы оқу. Сол нәрселерді істейтін болсақ, біз өзіміздің айналамыздағы адамдарға, яғни халқымызға сүйікті болады екенбіз. Екінші, өз елімнің басы болмасам да, сайының тасы болайын дейді. Бұл деген сөз кез келген жерде басшы біреу ғана болады. Қай салада болса да, бірақ өзіңнің еліңде жүріп, сол елге қызмет ету, оның өркендеуіне, гүлденуіне көмектесудің өзі бір бақыт екенін білдіреді. Енді осы тапсырманың астында осы мақал-мәтелдерден негізгі және көмекші сөздерді табыңдар дейді. Мен мына жерде көмекші сөздерді ғана белгілеп қойдым, үшін және да деген. Қалғанның барлығы негізгі сөздер болады. Мына жерде етсең деген сөзде көмекші етістік болады. Бірақ біз ол тақырыпқа әлі жеткен жоқпыз. Сондықтан өздеріңіз қарап көріңіздер. Екінші тапсырма, өлеңді мәнерлеп оқып, сөз таптарына топтастырыңдар дейді. Ереулі атқа ер салмай деген Махамбет Өтемісұлының өлеңі. Ондағы зат есімдер ат, ер, тебінгі, темірғазық. Мына жерде қате кетіп қалыпты, темірғазық, бала, ашаршылық, шөл сөздері. Сын есімдер ереуіл, егеулі, жас, ұлы деген сөздер. Сан есімдер біреу ғана, 6. Етістіктер салмай, бастанбай, тағынбай, жастанбай, жемей, ұрынбай және тағы басқа. Бұл өлеңнің ішінде етістіктер өте көп. Егер тағы да басқа сөз таптары керек болатын болса, өздеріңіз осылай қарап алсаңыздар болады. Үшінші тапсырма, жұмбақтардың жауабын табыңдар дейді. Айтыңдаршы ал енді, тундрасы бар елді. Гренландия, базары көп толадан, ала тақия, ала шапан. Бұл Өзбекстан. Мұнараны ең алып, алған қайсы ел салып. Франция, Франциядағы Эйфель мұнарасы туралы айтып тұр. Айтыңдаршы ал енді, шай мен пілі бар елді. Бұл Үндістан. Төртінші тапсырмада деректі және дерексіз зат есімдерді ажыратыңдар дейді. Мен дерексіз зат есімдерді белгілеп қойдым. Білім, ізет, парасат, құрмет, ақиқат, өтірік, алғыс, көмек, наразылық, адамгершілік, уақыт және қулық деген сөздер менің ойымша дерексіз зат есімдер болады. Сіздер мені де бір тексеріп көріңіздер. Бесінші тапсырмада көптік жалғауы дұрыс жалғанбаған сөздерді тауып себебін түсіндіріңдер дейді. Мұнайлар қате, себебі мұнай көптелмейтін зат есім. Көліктер қате, себебі к деген қатаң дауыссыз, оған жалғанатын көптік жалғауы, ол да қатаң дауыссыздан басталу керек. Көліктер болу керек. Шамдар бұл дұрыс, шанадар бұл дұрыс емес. Егер сөз дауысты дыбысқа бітетін болса, оған жалғанатын көптік жалғауы үнді дауыссыздан басталу керек еді, шаналар болу керек еді. Ал қаптар дұрыс, сөзлер дұрыс емес, сөздер болу керек, ұяң дауыссыз дыбыстан басталу керек. Дүкендер дұрыс, жастықтар дұрыс, мұғалімдар
Бұл дұрыс емес, себебі үндестік заңына сәйкес сөздің соңғы буынында жіңішке дауысты дыбыс болса, оған жалғанатын қосымшада да жіңішке дауысты дыбыс болу керек. Шаштар. Бұл да дұрыс емес, себебі шаш көптелмейтін зат есім, өзі көптік ұғымды білдіреді. Бастықтар дұрыс, асықтар дұрыс, әжедер дұрыс емес. Жаңа алдыңғы жолы шанардар деген сөзді айтқан кезде түсіндіріп кетті. Яғни дауысты дыбысқа аяқталып тұрғандықтан, біз оған үнді дауыссыздан басталатын көптік жалғауын жалғауымыз керек. Әжелер болу керек еді. 6-шы тапсырмада нақыл сөздерді түсініп оқыңдар дейді. Мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өлеңі. Парыз сезімі, адамгершілік, жеке бастың, ұлттың, отанның мақтанышы. Бауыржан Момышұлының сөзі. Енді нақыл сөздердегі тәуелдік жалғаулы сөз тіркестерін тауып жазыңдар дейді. Мен сөздерді ғана белгілеп қойдым. Сүйгенім өмірі өзім мақтанышы деген сөздер, оларды қасында бірге тұрған сөздермен алатын болсақ, сөз тіркестері болып шығады. 7-ші тапсырмада жіктелетін зат есімдерді тауып, оларды жекеше және көпше түрде жіктеңдер дейді. Адам, дүкен, мұғалім, көлік, қызметкер, студент, сөздік, шаң, оқушы, зейін деген сөздерді алдым. Сөздерді жіктеу өткен тақырыпта ғана өткен болатынбыз. Мен адаммын, сен адамсың, сіз адамсыз, ол адам. Біз адамбыз, сендер адамсыңдар, сіздер адамсыздар, олар адамдар. Немесе олар адам. Енді мына жерде дүкен деген сөзді жіктеледі деп алып тұрмын. Неге? Мен дүкенмін, сен дүкенсің, сіз дүкенсіз деп біз қолданбайтын шығармыз, бірақ бұл әмбебап дүкен дейтін болсақ, бұл жерде дүкен деген сөз үшінші жақта жіктеліп тұрған болып есептеледі. Сондықтан мына сөздердің барлығы жіктеледі деп айтуға болады. Астын қызылмен сызып қойған сөздердің барлығы. Екеуіне мысал келтірдім, ары қарай өздеріңіз жасап аласыздар. 8-ші тапсырма өткен тақырыптарды қайталау тестісін орындаңдар дейді. Көмекші сөз қатысқан тіркесті табыңдар. Орман іші, іші деген сөз көмекші сөз. Жіктеліп тұрған зат есімі бар сөйлемді табыңдар. Мен мектепте мұғаліммін. Мін қосымшасы жіктік жалғауы. Бірінші жақта жіктеліп тұр. Жалқы есім қатысқан сөйлем Жандос Ержанды шақыршы деген. Бұл жерде Жандос және Ержан деген екі зат есім, жалқы есім. Амоним сөз қатысқан сөйлемді көрсетіңдер. Тәй, саған алма деп айтты емес пе? Алма деген сөз амоним болды. Жұрнақ арқылы жасалған зат есімді табыңдар дейді. Оқушылар кітаптарын үлестіріп алды деген жауап дұрыс. Себебі оқу деген сөзге ш жұрнағын жалғау арқылы зат есім жасалып тұр. Дұрыс жалғанған көптік жалғаулы сөйлем. Сұрақтар бойынша маған хабарласыңыздар. Ал қалған 3 нұсқада да көптік жалғау дұрыс жалғанбаған. Себебі ол сөздердің алдында көптік ұғымды білдіретін сөз немесе сан есімдер келіп тұр. Ал ондай жағдайларда біз сөздерге көптік жалғауын жалғамаймыз. Септік жалғаулы сөзді көрсетіңдер дейді. Ол мектепке асығып келді. Септік жалғауы мектепке деген сөзде жалғанып тұр. Ке, кімге, неге, қайда? Барыс септігінің жалғауы. Тәуелдік жалғаулы сөзді көрсетіңдер дейді. Айшаның анасы кітапханада жұмыс істейді. Анасы, с деген тәуелдік жалғауы үшінші жақта. Жіктік жалғаулы сөзді көрсетіңдер дейді. Біз тәртіпті білімді оқушымыз. Жіктік жалғауы оқушымыз деген сөзде тұр. Мыз деген жалғау. Бірінші жақ көпше түрінде. Қазақ тілінде қанша септік бар? 7 септік бар. Дерексіз зат есімді мәтелді табыңдар. Балалы үйдің ұрлығы жатпайды. Ұрлық деген сөз дерексіз зат есім. Осымен сабақ аяқталды. Келесі видеоларда көру үшін видеоға лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.